Қайырлы күн достар. Бүгін біз морковный апельсиновый пирог дайындаймыз. Бүкіл ингредиенттер төменде көрсетілген. Комнатный температурада әбден жібіп тұрған еріген сары майымызға 82%-тік 220 грамм, 150 грамм шекерімізді жақсылап араластырамыз. Осы дайын араластырған қоспамызға 70 грамм сәбіз үкіштен өткізіліп қойған. Және де бір апельсиннің қабығы седрасын тоже үкіштен өткізіп. 2 жұмыртқаның сары уызын дайындалған. Тек сары уызын қосамыз. 30 грамм грек жаңғағын қосамыз. Алдын ала електен өткізілген 220 грамм ұн, 7 грамм қопсытқыш разрыхлитель және шымшым тұз қажетіңізге қарай қосамыз. Жақсылап араластырамыз, яғни қамырымызды дайындаймыз. Тестамызды асықпаймыз, жақсылап жұмсақ қамыр болғанша араластырып илейміз. Дайын қамырымызды арнайы пищевой пленкаға салып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қоямыз. Ол ортада біз начинкамызды дайындаймыз. Міне осылайынан пакетке тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді начинка дайындауға кірісеміз. 250 мг апельсин шырынын дайындап аламыз. Әдемілеп елегіштен өткізіп, дайын шырынға бір апельсин қабығын, толықтай болмаса 60 граммдай жетеді. Седрасын қосамыз осы шырынымызға. Бұл начинка үшін бізге. Одан кейін 150-130 грамм, 100 грамм болмаса, өздеріңіздің тәттін қаншалықты жақсы көретіндеріңізге байланысты шекер қосамыз. Шекерді қосып жақсылап араластырамыз. Алдын ала пешке табамызды қыздырамыз. Орта температурада соған апарып, сұйықтығымызды құйып, аздап қоюланғанша қайнатамыз жайлап. Бірден қатты ыстық құюға болмайды, себебі асты жабысып қалады. Қантымыз жақсылап еру керек. Қантымыз еріген кезде крахмал мен ұн қосамыз. Крахмалымен де кукурузный крахмал 25 грамм, алдын ала елегіштен өткізілген, және ұн 10 грамм. Осылай асықпай араластырамыз. Мен темір венигімді таппай қалдым. Сол себепті қасықпен араластырып тұрмын. Осылай араластырамыз асықпай. Осылай әбден қызып, жайлап жыбырлағанша араластырып тұрамыз. Асты жабыс қалмау керек. Қоспамыз қоюлана бастады. Осы кезде біз оны оттан түсіріп аламыз. Сосын блендермен езуге кірісеміз. Осылайынан құйып аламыз. Оған 2 сары уыз қоссақ болады. Сонда дәмді әрі қою болады қоспамыз. Менде мына жерде 2 сары уыз араласты бірден. Осыған 250 грамм, 230 грамм кереметті творожный сырын, 50-70 грамм таза 20%-тік қаймақ қосамыз. Осы қоспаны біріктіріп, блендермен әдемілеп еземіз.
Міне мен блендермен жақсылап езудемін. Начинкамызды дайындап алғасын тапаға дайын қамырымызбен начинкамызды біріктіреміз. Міне бізде табамызға морозильникте тұрған қамырымызды алып кеп салып, біркелкі етіп жаямыз. Иектерін сәл шығарып, осы дайындалған тестамыздың үстіне начинкамызды құямыз. Мен дайын тестадан сәл алып қаламын, себебі бетіне сәл біркелкі етіп әрі жерден тастау үшін әдемі болады. Грецкий жаңғақ қоссаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Начинкаға әртүрлі нәрселерді эксперимент жасауларыңызға болады. Бетіндегі цедралары оған мән бермейміз, ол әдемі аромат пен дәм береді піскен кезде бізге. Мінекей осы қалған қамырды осылайынан ара-арасына салып қоямыз. Піскенде әдемі болады. Және де грецкий жаңғағымызды ара-арасына салуға болады осылай. Бүтіндей салсаңыздар, мүлдем әдемі көрінеді. Начинкам сәл сұйықтау болды, негізі қою болу керек, отта сәл аз ұсталынып қалды. Осыны 180 градуста 40 минутта пісіріп аламын. Өте дәмді пирог болады, дайындап көріңіз.